Salamat balalar. Haldarım halay. Hayırlı gün. Hayırlı gün. Hayırlı gün көк аспан, hayırlı gün жер ана, hayırlı gün dostlarım, hayırlı gün ustazım. Жарайсыңдар, отырыңдар балалар. Мөлдір асықты жасырады. Екі топтың басшысы келіп, асықты табу керек. Егер асықты тапқан оқушы болса, ол асық қағу тобына ие болады. Егер асықты таппаса, асық жасыру ойыны тобына ие болады. Әсел асық жасыру ойыны тобы болды. Ал Ердәулет асық қағу тобының топ басшысы болды. Жарайсыңдар, отырыңдар. Балалар, бүгінгі жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабақты сұрақ-жауап әдісі арқылы еске түсіріп алайық. Қанекей, екі топ бір-біріне сұрақ қойып, өткен сабақты пысықтап шығайық. Өмірде қиындық болды, ақиқатқа жалғанды. Ақиқат әңгімені Алан Маршал жазды. Ақиқатқа жалғанба. Ақиқат Алан алдына қойған мақсатына жетті. Ақиқатқа жалғанба. Карина. Жарайсың. Ақиқат Жарайсың. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойнай білуде өнер. Суретте қандай ойын түрі бейнеленген? ойындардың түрлері бар. Асық ату, садақ тарту, қыз қуу, тиын ілу, бұралау тастау, таяқ тастау, көкпар, деген ойындар. Жаңа біз үрігіз шешу арқылы тақырыбымызды ашып алдық. Бізде бүгінгі сабағымыз асық туралы екен. Енді қараңдар, ол асық біздің қазақтың ұлттық ойындары үшін қазіргі кезде заманауи ойынның түрінде шығарған екен. Бұл асықпен әрі ойнайды, әрі ақыл ойын, парасатын жетілдіріп есеп шығарады екен. Міне бізде асықты бірнеше өздеріне ұнаған түрлі түске бояп алады. Бірінші тапсырманы оқып, талдап, дәптерді ашып, дәптерімізге жазамыз. Оқулықтан бірінші тапсырманы оқып шығамыз. Қой асығы демеңдер, қолыңа жақсы сақа қой, жасы кіші демеңдер, ақыл аса аға қой. Бүгінгі сабағымыздың авторы Оспанхан Әубәкіров екен. Оспанхан Әубәкіров 1934 жылы туылып, 1986 жылы қайтыс болған. Оспанхан Әубәкіров Алматы облысы Үшбұлақ ауылында дүниеге келген. Ақынның Күлеміз-ау, Қағаз қалпақ, тағы басқа жыр жинақтары бар. Бүгінгі сабақта сендер шығарманың композициялық құрылымын анықтайсыңдар.
деген жоқ. Әке шешесіне қолға түспейді. Ал ойын деген не жүгірек. Мұның ойыны шатақ ойын емес, асық ойын. Аспанға іліп қойған асықты атып алады. Дегендерінде жоқ. Ертемен үйден шығуына бір асық, бір сақалын келмейді. Шегенің қалтасы болып қайтады. Балалар мұның сақасы арқардың асығы арқардың өзізден жіберіп болады деген секілді өзізден айтады. Асыққа дәлдеп тұрып жібер қалғатта сіләрі тізгіде асықтар аспанға бір ақ ұшады. Жинайдар атылған адамның ашуы болатыр белгілі ғой. Балалар асыққа аспен ойнатпаймыз, қой аспен ойнатсын деп дауыс шығарады. Мектепте асық ойнаған азар доп ойнаған қыздар деген мақал болған. Сол доп ешкімде тоқтырмай-ақ қызығы ойнайтын сол ойына ұласты. Асық ойнаған ақтық, доп ойнаған тоқтық. Асығын ата алмаған сақасынан көреді, сөзін сөйлей алмаған атасынан көреді. Орай бақыр бөкен сұқты іші бар, ішегі жоқ, ол не десе? Монға ясы күміс қасықтай. Мәтіннің басы жалғасуға аяқталуы болады. Бұл мәтін жерлестің күйінен шығып кетуі туралы жазылған. Сюжет шығармалардағы оқиғалар тізбегі. Мен сендерге бірнеше асықтар айтып беремін. Осы асықты сендер осы асық арқылы кері байланыс бересіңдер. Сабақ өте жақсы, түсінікті болса, алтын асыққа ілесіңдер. Егер сабақтың жартысы түсінікті болып, жартысы түсініксіз болса, онда күміс асыққа ілесіңдер. Егер сабақтан мүлдем түсінбедім, қиын болды десеңдер, оны асыққа жапсырасыңдар. Түсінікті ме тапсырма?